көбісі инвалидтер, көпбалалы аналар тұрып жатқан. Ол құжаттарды өткізгенімізге 2 жыл болды. Бірақ бәрі өліп жатыр ана жақта. Барып тексерген кезде бір бай алғашында айтқан 200 метр неге зиратқа жақын деп. Кейін өзі жақындаттыңыз ғой. Кейін тұрып проба пульсқа деді. Одан кейін тұрып Сарада тұрып алдына келді. Тапашевке айтып жатса қайда сендер жерлерін Сара Назарбаевға келді. Бізді алақандай жеріміз. Соға бір шамалғана 18 адамбыз біз. Бәрі инвалидтер, неден? Соларға хотя бір документ шығарып тұрып, соны тексерсеңіздер. Соны өтеміз сіздерден. Мұршамыз келгенше бізде мен жаңағы әкімшілік өз жұмысымызды қойдық та күніне өз жұмысымызбен 2-3 сағатқа айналысамыз, қалған жермен айналысып жүрміз. Сол адамдарды қайта барып тексереміз, қайта жерін снимать еткіземіз жаңағы ЖПС-қа. Жұмыстар жасап, біз ешкімге әзірге отказ берген жоқпыз. Қалған документтер кейбір адамдар жасыратын түгілі жоқ. Бізде 400-500 цифр жуық бос жерді басқа фотографиямен өткізіп жатқан жағдайлар бар, неше түрлі алаяқтық шаралар бар. Соның бәрін біз мұқият қолымызда тексеріп жатырмыз. Енді біз жаңа жылдан март айынан бастап соның өзінде 2000 адамды заңдастыру оңай шаруа деп айтпаймыз. 2000 үйді араладық, оны таптық, біреу жұмыста болады, біреу болмайды, істер жасалып жатыр. Бірақ ешкімге сіздің үй заңдаспайды, отказ деп жатқан жоқпыз. Ал бос жерге жаңадан салып жатқан жерлерде сіздікі заңдаспайды деп біз аталаш кетіп жатырмыз. Ал адам тұрып жатқан жер түгел уақытымен келеді. Біз архивке барған кезде архивтің кісілер айтты. Сіздердің қағаздарыңыз осы өлген күйде жатады деді. Мына қасында адамдар тұр, олар естіді. 18 адамдар. Қалай дейді? Қағаздар, құжаттарыңыз өліп жатыр деді. Қозғалмайды одан деді. Біздің қасымызда. Сіздікі қозғалмайтын себебі жаңағы бейітке жақын тұрған спорный вопростар бар жаңағы. Олардың бәрін мына қоршап алмай заңдастырмаймыз. Қоршағаннан кейін сыртындағылар, олардың бәрін пока ұстап отырмыз. Көп жаңағы газда да біраз мәселелер бар. Содан кейін мусордың үстінде мәселелер бар, шешілмей жатыр. Содан кейін көп үйлер түсінбейді. Менің үйім дейді, 10 үйдің, ол бір қатарда тұрмыз. 10 үйден кейін менің үйім тұр, менің заңдаспайды 4-5 үй дейді. О 4-5 үй тура лептің, үлкен тоқтың астында тұр, айтсақ түсінбейді көп. Сондықтан оған да комиссия шығарып жатырмыз. Ол жаңағы тоқтың астында тұрған үйлер заңдаспайды олда. А кейбір өзінің бір нормативтері бар, соған келетін болса, қайта комиссия шығарып жатырмыз. Заңдаса. Азыпенді қапылақ бұлар Кроноплюстің жерінде тұр жартысы. Жартысы жаңағы фонд школы бар Назарбаев атындағы. Соның жер теліміне қабаттасып тұр. И зираттың түбінде тұр бұлар. Ол 100 метрлік ұзына түсіп тұр. Біз соның кейін әрбір мен азаматқа қалалық архитектурамыз бар, жер инспекциясы бар, жер қатынастары бар. Бәрі келген адамдарға дұрыс жауабын беріп жатырмыз. Жауап алады осында. Бірақ жаңағыдай тосатын жерлер бар, тосасыздар. Мен сол Ақбұлақ қазірден Нұрбекпен бірге тұрып отырамыз. Бұл жерде 22 үй бар. Жаңа Нұрбек айтқан рас, инвалидтер, жесір әйелдер, көп балалы аналар бар. Бізде осы Нұрбек тағы бір ата бар. 2 ғана ер кісі, ер азамат, басқа ешкім жоқ. Былтыр бізге сізге жолыққанымызда ол жер орын бос еді. Корона плюс деді, анау деді. Біздің қасымызда бір 200 метр ары түріктер үй салып жатыр. Благоустроенный 11 этажды 2 үй түсіп жатыр. Түріктер салып жатыр. Біздерге госақ бермек түгілі, даже оның беті ашылған жоқ та. Документіміз қалай тапсырдық, сол бұйықта жатыр. Өліп жатыр, қимылдап жатқан жоқ, бір комиссия келген жоқ. Биыл көктемде май айында Тапашевка келіп түсіп кетті дағы. Сумен тып-тыныш комиссия әне келеді, міне келеді, бір комиссия келген жоқ. Сіз енді 10 жыл тостыңыз, 1 жыл тосуға болмайды. Қазір сонда 1800 адамдар бәріміз танысымызға бірдеңе беріп келе ма? Біз жоспарлы түрде жұмыс жасап жатырмыз. Қазір сізге жауабын береді архитектор керек болатын болса. Ол жаққа да белгілі ма Ержан? Қай жер екені? Ақсеркенттің арты ғой? Жоқ, жауап беріп қой, бұл жердің бос жатыр, ол Кроноплюстің жері, и жаңағы Келіп айтпайсыз ғой. Ой, күнді айтып жүр. Біреуғасы күнді келіп сол, мен күнді айтамын. Былтыр біз барғанда бос болған ол жер, ешқандай Кроноплюстік болмаған. Государственный жер болған. Кешіріңіздер, көп жерлер бар, жекеменшік жерлер, бос жатқан жерлер бар. Арада бізде советтегі көтерілген, оның да жауабын дайындап қойып келші. Бәрінің ертеде алған иелері бар. Біз оны сіздерді алып бере алмаймыз. Жерлер Байбесі ұшып, аудан тұрғындары Ақсақал кеңесін істеймін. Менің қояйын деп тұрған сауалым, жақында кешегі 1 қазанғы қарилар, күнгі қарилардың басын қосып,
соларға кішкентай құрмет көрсеткенбіз. Сонда 100-ден астам қария жиналып, олардың бізге қойған сұрағы, бізде мектеп қашан болады дейді. Екінші, ең қара қашан болады дейді. Дархан және Байбесік. Салан кепіштен салынған үй бар. 2003 жылы салып кірген, 2002-де кірген. Осы актісі қолында, решениесі қолында, тек паспорт әлі алынған. Тек паспортқа техник шақырып, заказ берген, ақшасын төлеген. Сол тек паспортты жасату үшін Салан кепіштен жасап беремін деген, болмайтын болса $1000 бересің деген. Осыны жоқ, заңдастырып сізде алатын жаңағы гаскы. Осында гаскының несі қызметкер отырған шығар. бармақында наличный алу үшін анализ тапсыр дейді. Ол адамдар барып анализ тапсыра алмайды. Соны үйге келіп анализ алуға болады ма? Осы жағдай. Екінші, тіркеу кітапшасын уақытша тіркеу кітапша беріле ма? Осы акт бар үйдегі. Жақсы қарай. Болды ба? Болды. Мен жаңадағы сұрағымды қайталаймын. Не мұқият қарап отырсыздар. Мен уақытша осында тіркеуге әкімшілікке қазанның аяғынан бастап аламыз. Жер актісі бар адамдар. Пропискаға аламыз, әлеуметтік жағдай жасайды. Енді жаңағыдай күрделі мәселе болып, тіпті үйден шыға алмайтын жағдай болатын болса, аудандық бас дәрігеріміз бар, тапсырамыз. Міне бізде Балыбаева деген Маржан Ертайым осы әлеуметтік салаға жауапты, қазір жазып алады, көмектесеміз, оған өтме жоқ. Жаңа мектеп және балабақшаға байланысты көптеген сауалдарын түсіп жатыр ғой. Соған байланысты мен бірден тоқтала кетейін. Дархан ықшам ауданында 2010 жылға балабақша жоспарланып отыр. Және мектеп 1200 орындыққа. Ол енді жүрекелі қаражатқа байланысты болуы мүмкін, сондықтан негізінен жоспар бар. Және Заря Востокта, Байбесікте, одан кейін Қарасуда, Трудовикте, барлығына балабақшада мектепте жоспарланған. Ол тек қана 2011 жылдан бастап жоспарға қойылған. Сондықтан осының барысында көптеген сұрақтар болмасын, мен бірден осы сұрақты сіздерге қойып жатырмын. 2011 жылдан бастап мектеп балабақша жоспарланып жатыр. Жаңа ғана ауданның әкімі сіздерге айтып кетті ғой. Осы 20 жыл қалада ешқандай балабақша салынбаған, бірақ мінекей соңғы осы 2-ші жыл қалада 4 балабақша беріліп отыр, және 2 балабақша тікелей осы Алатау ауданында беріліп отыр. Ұлжамда және Шаңырақ 2-де. Сондықтан мен ойлаймын, салынып жатқан мектепте балабақшада осы Алатау ауданында, бірақ ол жетіспеуі мүмкін, бірақ болашақтың жоспарында бар. Мен толықтап айта кетейін, Дархандағы жаңа мектеп пен балабақшаға атызы берілді. Оның құрылысы жақында басталады.